Сәлем достар, сіздермен бірге мен Райка Тоқабыка. Бүгін менде жаңа сериал, яғни Кетей өмірдің 3-ші сериясы, яғни бұл соңғы сериал, яғни соңғы сериал. Бұл достар 10 минут 15 минуттан асатын болады. Айтпақшы, маған тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Ал біз киномызды бастаймыз. Таң болыпты ғой. Арап қыздарды оятып келейін. Қыздар, тұрыңдар. Қыздар, тұрыңдар. Қайырлы таң, мама. Қайырлы таң, қызым. Қайырлы таң, мамам. Қыздар, сендер киініп, сабақтарыңды сумкаларыңа сала беріңдер. Ана жақта мен сендерді күтіп тұрамын. Тамақтарыңды дайындап қоямын. Ұқтыңдар ма? Жарайды, бара беріңіз. Жарайды, бара бер. Мен қатты ұйқым кеп тұр. Менің де. Бүгін мен осы киімімді киемін. Ал мен болсам... Мынаны киме вообще? Не мынау енді? Мынаны тағамын әйтеуір. Мынаны киемін. Мен мынау сумкама не саламын? Бүгінгі сабақтарды маған әдебиет, орыс тіл, қазақ тіл, мынау қазақ тіл, сосын маған факультатив. Жоқ, факультатив онда не дау? Жарайды. А мен мына үшеуін алып кете беремін. Дәптерімді ұмытып кеттім ғой. Ойбай. Ұмытып кетіппін. Жарайды, жүр онда мамаға барайық. Жарайды. Біз келдік. Қыздарым келіп отырыңдар, сумкаларыңды жаққа қоя салыңдар. Жеңдер. Күнгі күндері сәтті өтсін. Рахмет. Ой. Біз кеттік. Жүр. Әйтпесе сабаққа кешігіп қаламыз. Жарайды. Біз кеттік. Жарайды. Абайлап жүріңдер жолдан. Жарайды. Қой, менікі не отырыс, мына жердің бәрін жинап тастайын. Жинадық. Енді барып бір жаққа барып келейінші. Түскі уақыт уже зымырап өтіпті. Қыздарға бірдеңе менді пісіріп берейін, қуырып. Бір бәрі осындай кезде болады екен. Мына жаққа қоя салшы. Бірдеңе қуырып жіберейін әйтеуір. Міне. Дәмді иіс шығып жатыр, иә? Бірдеңе пісіріп болғаншар. Қыздарым келдіңдер ме? Келдіңдер, шала отырыңдар. Киімдеріңді ауыстырып, қолдарын жуып келіңдер. Нема тамақ пісіп қойды. Бүгін жұмыртқа емес, әрине, лапша дайындадым. Жарайды онда. Мам, біз келдік. Кел отырыңдар. Не болды, мам? Көңілсіз. Ана бір қарыз едім Айнұрға. Сенің де бір стипендияңа қарап отырмыз. Менің де айлығымды кешіктіріп беріп жатыр. Сол ғой. Даже менің стипендиям да жетпейді. Менің қызым университетте университетте оқимын ба? Неме оқима не? Кімге қарыз дейді, Айнұрға ма? Аяп кеттім ғой. Бір жұмыс табу керек еді. Менде де не осы?
шашым өсіп әбіржіп бұр. Жарайды қыздар, оған уайымдамаңдар. Ең бастысы сабақтарыңды жақсы оқыңдар, жарайды ма? Жарайды. Сіз кімсіз? Сіз кімсіз, я? Мен сіздердің әкелеріңмін. Біздің әкеміз басқаша. Тез кетіңіз, қазір әйтпесе мен кітаптан лақтырамын. Мен ғой бұл әкелерің, Ержан. Қалай сіз өзгердіңіз? Тіпті танымай қалдық. Менің түрім әбіржіп кетті. Сондықтан басқа киім алып, шашымды алдырдым. Жұмыс істейсің бе сен уже? Қандай? Сварщик. Бұрынғы жұмысың ба? Қарның ашты, барып бірдеңе пісірші. Жарайды. Әкесі оларға сыйлық жасайды. Ол яғни көп жылдар бойы жұмыс істеп, оның ақшасын жинап, қыздарына телефон әкеп береді. Сөйтіп олар өте бақытты отбасы болады. Достар, бұл 10 минуттан 20 минуттан асылмады, сондықтан да кешірім сұраймын. Достар, бұл кедей өмірдің 3-ші сериясы. Сау болыңыздар. Мен әлі де көптеген сериалдарды шығаратын боламын.